Сәлем тоқман жақсы көретін қыз-келіншектер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта осындай бір мастер-класспен қонжық пен қоян тоқитын боламыз. Бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, тағы шығатын видеоларымды бірінші болып біліп отыру үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Қонжықты мен Alize Softy Plus жібімен тоқыдым. Бұл 100 грамда 120 метр, 100% полиэстер және 3 пен 5 размерлі крючоктарды қолда ұсынады. Мен 4,5 мм крючокпен тоқимын. Ойыншықты бастан аяқ 3,5 мм крючок керек болады бізге. Жұмыс барысында қайшы керек, және мен көздерінің орнына осындай на ножках түйме пайдаланамын. Және бізге басқа түсті кішкене ғана жіп керек. Бұл қатардың басын білдіріп отырады, маркердің рөлін атқарады. Ішін толтыру үшін наполнитель менде шариковый холофайбер. Және де мұрнын қасын тігетін бізге қара жіп. Бұдан өте аз кетеді. Содан кейін аяқ қолын орнататын қатты оңайлықпен үзілмейтін жіп және тебен ине керек болады. Детальдарын тоқитын боламыз. Құлақтарын, мордочкасын, екі қолын, екі аяғын және құйрығын тоқып алатын боламыз. Қыздар, бірінші құлағын тоқимыз. Ол үшін жіпті осылай алақанымызға қойып, сұқ саусағымызға жіпті орап, мына жіптің ұшын былайынан қоямыз. Оны бас бармағымызбен басып, қалған екі саусағымызбен жіптің соңын ұстап, крючокты жіптің ортасынан кіргізіп, жаңағы жұмыс жібін осы дөңгелектен шығарып алып, бір закрепляющий петля жасаймыз. Енді осы тұрған дөңгелекке біз 6 столбик без накида тоқуымыз керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді жіптің ұшын тартамыз. Мына дөңгелегіміз жиырылады. Содан кейін көмекке жаңағы қалдырған басқа түстегі жібімізді осы бұрышқа қоямыз. Бұл біздің келесі қатардың басы. Бұл жерде біз соединять етіп, екінші қатарға көтерілу үшін воздушный петля жасамаймыз. Сразу екінші қатарды тоқып кетеміз. Екінші қатарда ең бірінші петлядан бастап прибавка жасаймыз. Біз бірінші қатарда 6 столбик без накида тоқыдық. Екінші қатарда әр столбикка 2-ден 12 столбик без накида болу керек. Біреу. Және дәл осы жерге тағы біреу. Келесі петляға үшеу. Дәл осы жерге тағы біреу. Төртеу. Келесі петляға бесеу. Алтау. Жетеу. Сегіз. Келесі петляға 9. Дәл сол жерге 10. Енді соңғы петля тұр, міне маркеріміз, және мына жерде бір столбик без накида бар. Сол жерге 2 столбик без накида тоқимыз прибавкамен. 11, 12. Міне қыздар, екінші қатарымызды 12 столбикпен аяқтадық, дәл маркер тұрған жерге келдік. Енді маркер тұрған жердегі бір столбикке соединительный петля тоқимыз. Соединять еттік. Енді жібімізді кішкене нұрақ қып қалдырып аламыз. Бір закрепляющий петля істейміз да. Жібімізді алып тастаймыз. Мына жіпті тоқыма барысында бірге тоқып кеткендіктен, бұны тық жіпті кесіп тастаймыз. Міне біздің кішкентай құлағымыз дайын болды. Мына қалған жібімен біз аюды соңында тоқып болғаннан кейін құлағын осы жіппен тігетін боламыз. Дәл осындай екі қатардан тұратын тағы бір құлақ тоқимыз. Мордочкасы дәл осы құлақ сияқты тоқимыз. Бірінші закрепляющий петля,
кольцоға 6 столбик без накида. Екінші қатар прибавкамен әр петляға 2-ден. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, және соңғы столбикке 11, 12. Енді мына маркер болып тұрған жібімізді артына қаратай қалдырамызды. Енді үшінші қатар тоқимыз. Үшінші қатарда 12 столбик без накида. Әр столбикке бір-бірден ғана тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, және соңғысы 12. Енді маркерді алдына шығарып, төртінші қатар тағы 12 столбик без накида тоқимыз. Енді маркер тұрған бұрышқа крючогымызды өткізіп, соединительный петлямен біріктіріп, жұмыс жібін қалған жіпті кішкене ұзынырақ қып қалдырып аламыз. Мордочкасын басына тігетін боламыз. Жіпті бір закрепляющий жасап тартып аламыз. Қыздар, міне мордочкасын тоқып болдық. Бірінші қатарда 6 столбик, екінші қатарда 12 столбик, үшінші және төртінші қатар 12 столбиктан 4 қатардан тоқылды. Құлағы 2 қатардан ғана тоқылады, құлағынан 2 тоқимыз. Мордочкасынан 1 тоқимыз, және құйрығы дәл осылай, бірақ 3 қатардан тоқыласыз. Қолынан 2, аяғынан 2 тоқимыз. Кольцоға 6 столбик без накида аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, және соңғысы 6. Қатардағы алдыңғы детальдарын тоқыған сияқты бірінші столбиктан бастап прибавка жасаймыз. Әр столбикқа прибавкамен қатардың соңында бізде 12 столбик без накида болу керек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Маркерді артына қаратай өткіземіз. Үшінші және төртінші қатар 12 столбик без накидамен тоқып шығамыз. 2 қатар өзгеріссіз. Қыздар, енді 5-ші қатар маркерді алдынан шығарамыз. 5-ші қатарда 1 столбик, 1 убавка. Осылай 4 тоқимыз. Әшейін 1 столбик тоқимыз, бірінші столбик, одан кейін убавка. Убавка жасағанда келесі столбик без накидаға кіргізіп, крючокпен жіпті шығарып аламыз. Одан кейінгі тағы столбикке кіргізіп, жіпті шығарып аламыз. Осылай крючоктағы 3 жіпті жұмыс жібімен бірге тоқып, біреу тоқып аламыз. Сонда бізде мұнда 1 убавка болды. Екеуін бірге тоқыдық. Тағы 1 столбик, енді 1 убавка. Келесі столбиктен жіп шығардық. Одан кейінгі келесі столбиктен жіп шығарамыз. Крючоктағы 1, 2, 3 жіпті бір рабочий жіппен бірақ тоқып аламыз. 1 столбик тоқимыз без накида. Және тағы 1 соңғы убавка, 4-ші убавкамыз. Бірінші столбиктен кіргіземіз, келесі столбиктен кіргіземіз. Крючоктағы 3 жіпті бірге тоқимыз. Енді бұл қатар тоқылғаннан кейін маркерді артқы жаққа қаратай қойып, келесі қатар тоқимыз. 6-шы, 7-шы, 8-шы, 9-шы, 4 қатар бізде 8 столбик без накидадан тоқимыз. 6-шы қатарды бір қатар 8 столбиктан тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6-шы қатар тоқыдық, маркерді алдыға қаратай қоямыз. Енді осы бас жағын қолының холофайбермен толтырып аламыз.
Осылай толтырып аламыз бас жағын. Енді қалған 3 қатарын тоқимыз. 8 столбик без накидамен. Енді қыздар осы орындарды ортасын наполнительмен жақсылап толтырамыз. Қолының басынан былай форма беріп толтыратын боламыз. Осылай жақсылап толтырып алғаннан кейін соңғы қатар убавка жасап тоқимыз. 2 петлядан 4 убавка жасаймыз. Бір столбикке, келесі столбикка. Келесі 2 столбикті бірге тоқимыз. Осылай 4 убавкамен қолын аяқтайтын боламыз. Жіпті бұнда ұзын қып қалдырмаймыз, кішкене ғана қалдырамыз, кесіп аламыз. Мына жіпті осылай тартып шығарып аламыз. Көз үлкен инеге қалған жібін өткіземіз. Және 4 петлямен қысқарды ғой жаңа. Әр петляға осылай бір қабырғасынан кіргізіп, жинап, осылай тігемізді. Ортасына қаратай жібімізді инемізбен өткізіп шығарамыз. Размерлі крючогымыздың көмегімен жіпті осы бір жерге закреплять етеміз. Жіпті ортасына, ручкасының ортасына жасырып тастаймыз. Немесе артық жіпті кесіп тастасаңыздар болады. Осындай қол тоқып шықтық. Бұдан да 2 штук болу керек. Осыдан да 2. Дәл осындай қып тағы біреу тоқимыз. Аяғын тоқимыз. Аяғына кольцоға 8 столбик без накида тоқимыз бірінші. Енді осы кольцоның ішіне 8 столбик без накида тоқимыз. Маркер қып қолданатын жібімізді қатардың басын белгілеп алу үшін қойып алдық. Бізде бірінші қатарда 8 столбик без накида. Екінші қатарда әр столбикке 2-2-ден тоқып, қатарының соңында бізде 16 столбик без накида болу керек. Енді әрбір петляға прибавкамен тоқимыз. Қыздар, міне екінші қатар 16 столбик без накида тоқыдық. Енді маркерімізді алдына қаратай шығарамыз. 6 столбик без накида тоқылғаннан кейін 3-ші және 4-ші қатарды өзгеріссіз 16 столбик без накидамен тоқып шығамыз. Әр столбикке бір столбик без накидадан тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Енді маркерді артқа қоямыз. Тағы бір қатар 16 столбик тоқып шығамыз. 5-ші қатар 1 столбик, 1 убавка. 1 столбик, 1 убавка. Осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. 5 рет тоқимыз. 1 столбик тоқимыз, убавка. 1 петлядан шығарамыз. Және келесі петлядан 1 столбик шығарамыз. Крючокта шипті бірге тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңында убавкадан кейін 1 петля тоқитын боламыз. Қатардың соңында бізде 1 столбик без накида қалады, оны тоқимыз. Убавкадан кейінгі бізде столбиктар 11 столбик без накида болу керек. 6-шы қатар мен 10-шы қатар аралығы біз 5 қатар 11 еш өзгеріссіз 11 столбик без накидамен тоқимыз. 6-шы қатар тоқимыз. 11 столбик без накида. 2, 3, 4,
бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. Ойбай. 9, 10, 11. Енді маркерімізді алдыға қоямыз. Аяғының бас жағын тағы наполнительмен толтырып аламыз. 6-шы қатарды тоқыдық. 6-шы қатардан кейін наполнительмен толтырып аламыз. 7, 8, 9, 10 қатарлар аралығын біз өзгеріссіз 11 столбик без накидамен тоқимыз. Қыздар, 10-шы қатарға дейін тоқыдым. Енді осы аралықты наполнительмен толтыратын боламыз. Содан кейін соңғы қатарды убавкамен тоқитын боламыз. Басына форма беріп, наполнительмен толтырамыз. Соңғы қатар, міне қыздар, соңғы қатар убавкамен аяқтаймыз. Әр екі петляны бірге тоқимыз. Біреу және келесі бірге тоқимыз. Біреу, енді келесінен өткіземіз. Осылай 5 убавка жасаймыз. Мына аралық деген бос болып қалатын болған жағдайда саусақтарыңызды тығып отырып көресіздер. Сол кезде кішкене наполнитель тағы салып жүруге болады. Енді бұдан да жібін қатты ұзын қылып қалдырмаймыз. Жаңағындай қолын тоққан сияқты жіпті сәл ғана ұзынырақ қылып қалдырамыз. Маркер қалған жібімізді тартып алып тастаймыз. Егер мына жеріңіз қатты бос болып тұратын болса, кішкене наполнительді крючоктың көмегімен салып жіберуге болады. Енді қыздар, мына тұрған отверстияны біз бағанағыдай иненің көмегімен бір-бір қабырғасынан алып, 5 петляны тартып, жібін жасыратын боламыз. Екеу. Осылай кезек-кезек осындай жіптердің бір-бір қабырғасынан кіргізіп, сонысын дәл ортасынан кіргізіп, бір шет жағынан инемізді шығарып, осы жерге закреплять етіп аламыз. Содан кейін жіпті ортасынан өткізіп, артық жібін кесіп алып тастаймыз. Немесе бір-екі рет осы аяқтың ортасында қалдырып тастауға болады. Міне осындай аяқ тоқыдық. Осындай ножкадан екеу, ручкадан екеу, мордочкадан біреу және құлақтан екеу тоқисыздар. Дәл осындай қылып аяғын және қолын тоқимыз.